Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін сіздермен бірге қысымға байланысты тәжірибелік сабақ өтетін боламыз. Яғни ол үшін бізге қажетті құрал-жабдықтарға келетін болсақ, бұл жай ғана ыдыс, тегіс, мөлдір стакан, яғни барлығы көрініп тұратын, және таза су, балауыш шамы, содан кейін монеткалар, яғни тиындар, және спичка керек болады, яғни сіріңке қажет. Балалар, ең алдымен тәжірибеміз бастау үшін біз сіріңкені жағып аламыз. Өте абай болыңдар, себебі қолымызды күйдіріп алуымыз мүмкін. Сонымен балауыш шамын жағып, оны кішкене ерітіп, ыдысымызға қатырып алатын боламыз. Және тиындарды ыдыстың шетіне қоямыз. Енді осы ыдысқа суды құятын боламыз. Қазір өздерің көріп тұрғандай тиын судың ішінде жатыр. Біз қолымызды суламай тиынды алу үшін мынандай мөлдір ыдысты алып, оны осылай кигізетін боламыз. Қараңдар, көріп тұрсыңдар ма? Су ыдыстың ішіне жиналып жатыр. Яғни бұл ыдыстың ішінде қысым өзгерді деген сөз. Яғни стаканның ішінде ауа болмағандықтан қысым көтеріліп, тиындарымыз судан шығып қалды, қараңдар. Яғни судың бәрі ыдыстың ішіне жиналып қалды. Міне, қараңдар, міне. Көрдіңдер ме? Яғни бұл біз от жағу арқылы ыстықтың арқасында жабық тұрған жерде қысымды көтере алады екенбіз. Екінші тәжірибеміз бұл яғни судың тығыздығын тексеру. Ол үшін біз осындай мөлдір ыдысқа суымызды құйып алатын боламыз. Суымыз міндетті түрде таза болуы керек. Бұл суымыз жеткіліксіз болып қалуы мүмкін, сол үшін көбірек құямыз. Суымызды құйып алдық. Біздің суымыз қазір мөлдір, тап-таза және тығыздығы өте аз. Оған осындай үйімізде бар асқа қолданатын майымызды құятын боламыз. Өздерің көріп тұрғандай, қараңдар, май мен судың тығыздығы екі түрлі болғандықтан, біздің майымыз судың бетіне қалқып шығып кетті, дұрыс па? Яғни суымыз маймен араласпай тұр. Енді ол үшін біз суға тұз қосатын боламыз. Қараңдар, суда түсініксіз түйіршіктер пайда болуда, міне, қараңдар. Бұл дегеніміз судың тығыздығы артып, маймен байланысқа түсті. Қатынасқа түсті, яғни май мен су араласып жатыр. Көріп тұрсың ма, балалар? Түсініксіз шариктер пайда болып жатыр, міне. Яғни бұл дегеніміз судың тығыздығы майдың тығыздығымен теңесіп келе жатыр деген сөз. Осы арқылы тұз қосылған су мен май қатынасқа түсіп жатыр.